Диалог алаңы дін көшбасшылары Қазақстанға жиналды. Не айтты, қандай мәселе талқыланды? Рим папасы Франциск пен Әл-Асқардың жоғары имамы қазіргі әлем қайда бара жатқанын айтты. 3 жылдан кейін әлемдік діндердің 8-ші съезі 2025 жылы өтеді. Армысыздар, ардақты әлеумет. Эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Осы аптада әлемнің назары Қазақстанға ауды. Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі өтті. Ал онда қандай мәселелер талқыланды? Бұл тақырыпқа біз сәлден кейін ораламыз. Ал осы құрылтайдың қарсаңында съез хатшылығының 20-шы отырысы өтті. Жиынға қатысушылар әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері 7-ші съезінің күн тәртібін, сондай-ақ оның қорытынды декларациясының жобасын талқылады. Үлкен жиынның алдында өтіп жатқан бүгінгі басқосудың маңызы бөлек. Хатшылық съездің жұмыс органы болып табылады. Дәл осы жерде негізгі мәселелер талқылаудан өтіп, үлкен жиында көтерілетін тақырыптар бекітіледі. Биылғы форум әлемдік қоғамдастық үшін аса жауапты кезеңде өткізіліп отыр. Сондықтан оны тарихи оқиға деуге толық негіз бар. Съезді ұйымдастыру бірлескен жұмыстың нәтижесі деді Мәулен Әшімбаев. Биылғы съезд әлем үшін тарихи және бірегей оқиғаға айналды десек, артық бола қоймас. Ең алдымен бұл коронавирус пандемиясы басталғалы бері алғаш рет өткізіліп отырған әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі. Індет кезінде бізге диалог және тікелей қарым-қатынас жетіспегені сөзсіз. Съезд рухани көшбасшыларға тікелей сұхбат құруға, дінаралық және өркениетаралық диалогты нығайтудың маңызды мәселелерін бірлесіп қарауға, сондай-ақ әлемді алаңдатқан өзекті проблемаларды шешу жолдарын талқылауға үлкен мүмкіндік береді. Алқалы басқосуға әлемдік және дәстүрлі діндердің өкілдері қатысты. Олар Қазақстанның ел ішінде ғана емес, халықаралық деңгейде де дінаралық және конфессияаралық диалогты нығайту жолында жүргізіп жатқан жұмысының маңыздылығына тоқталды. Религия – это не проблема, религия – это решение. Дін бұл проблема емес, дін бұл шешім. Яғни діни лидерлердің қатысуымен олар басқаратын қауымдастықтар арқылы экстремизммен күрестен бастап, кедейлік пен әлеуметтік теңсіздікке дейінгі жаһандық мәселелерді шешуге болады. Сонымен, съезд хатшылығының келесі 21-ші отырысын 2023 жылдың күзінде Қазақстан астанасына өткізу туралы шешім қабылданды. Бұл халықаралық форумның 20 жылдығына арналады. Хатшылық мүшелерінің құрамында ислам, христиан, иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм, индуизм сияқты әлемдік діндердің көшбасшылары, сондай-ақ халықаралық ұйым өкілдері бар. Димаш Құдайберген әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі аясында өнер көрсетті. Астана опера театрында өткен арнайы шарада әлемге әйгілі қазақстандық әнші жаңа шығармасын орындады. Әр түрліліктегі бірлік атты концерттік бағдарлама бір қатар талантты өнерпаздардың басын қосты. Кеш барысында Димаш көрермендерге тұжырымдамасы адамзат қоғамындағы өзара сыйластық пен келісім принциптері сақталған жағдайда ғана қол жеткізуге болатын әлемдік үйлесімділік идеясына негізделген синглды ұсынды. Әнге діни және рухани құндылықтар адамдар арасындағы жалпыға ортақ бейбітшілік пен келісімге жетудің ең маңызды бағдар екені арқау болған. Сондай-ақ Димаш Рим папасымен кездесті. Ол Францисктің қолынан естелік медаль алды. Кездесу жайлы әнші әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Съез делегаттары бейбітшілік және келісім саябағының негізін қалады. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезіне қатысушылары шараның 2-ші күнінде ағаш шекті. Саябақта осындай ерекше жоба жүзеге асырылды. Бейбітшілік және келісім саябағында арнайы күмбез тәрізді өмір ағашы монументі орнатылмақ. Ал оның қақ ортасына емен ағашы отырғызылады. Күмбездің қабырғаларында қазақ жерінен табылған петроглифтер бейнеленеді. Тамырын тереңге жайған ағаш жер бетіндегі адамзаттың ұлтына, дініне қарамастан достық қарым-қатынаста бейбітшілік пен келісімде өмір сүрудің символы. Сонымен, 2 күн бойы сарыарқа төрінде адамзаттың пандемиядан кейінгі кезеңдегі әлеуметтік рухани даму жолдары талқыланды. Съез жұмысына әлемнің 50 елінен 100-ден астам делегация қатысты. Мемлекет басшысы Қазақстан үшін әлемнің ең құрметті рухани көшбасшыларын бірге жинап, диалог орнату үлкен құрмет екенін айтты. Мұндай жиынның Қазақстанда өтуі кездейсоқтық емес. Біздің елімізде 100-ден астам этнос өкілі татулық пен келісімде өмір сүріп жатыр. 18 конфессияны білдіретін 4000-ға жуық діни бірлестік еркін жұмыс істейді. Біз мұны еліміздің баға жетпес байлығы және бірегей артықшылығы деп санаймыз.
еліміздегі және бүкіл әлемдегі диалог пен ынтымақтастықты нығайту Қазақстан саясатының маңызды бөлігі. Бүгінгі съезд соның айқын көрінісі. Осыған дейін өткен форум декларацияларында радикализм, зорлық-зомбылық және қақтығыстар табанды түрде сыналды. Қандай идеяны желеу етсе де, мұндай әрекеттерді еш ақтауға болмайтыны анық айтылды. Қазіргі күрделі кезеңде дін басылардың бір үстел басында жиналуы айрықша маңызды. Олар кез келген мәселе бойынша ортақ пайымға келіп, тіл табысуға болатынын бүкіл адамзатқа паш етуде. Меніңше, съездің ең басты миссиясы да ерекшелігі де осы. Дін қайраткерлері Қазақстан президентінің айтқанымен келіседі. Соңғы бірнеше жылдағы жағдайлар тіпті еңірі және дамыған мемлекеттердің осалдығын айқын көрсетті. Пандемия бір түнде экономиканы тоқтатты, саясатты толығымен бағындырды. Рим папасы Франциск пандемиямен ғана емес, соғыс өрті ушығып бара жатқан әлемде өмір сүріп жатырмыз деді. Оның айтуынша, жек көрушілік, бөлінушілік өте көп. Сондықтан біз бейбітшілік пен бірлікке бірге ұмтылуымыз керек. In questi luoghi anche attraverso l'antica via della setta. Қазақстан халқына достық көңілі және басқа да мәліметті қабылдауға дайын, өзінің тарихы мен құнды дәстүрін сақтауға әрқашан бейім халық ретінде алғыс білдіремін. Менің сапарымның ұстанымы бейбітшілік пен бірліктің елшілері болу. Бұл көпше түрде айтылған ұстаным. Себебі барлығымыздың жолымыз бір. Бұл 7-ші съезд. 2003 жылы бұл оқиға бүкіл әлем бейбітшілігі үшін табыну күні болды. Халық арасындағы діни дәстүр сақтала отырып өткізілді. Осы форумның шешімі мен ұсыныстарын тыңдаған соң, оған бір нәрсе қосу қиын. Бұл ұсыныстар халықаралық қоғамдастықтың, оның ішінде байлар мен кедейлердің көптеген проблемаларын көтереді деп есептейміз. Қорытындылай келе, діннің негізгі үндеуі іске асу үшін барлық дін өкілдері бірігуі қажет. Және ең алдымен діни сезімдерді жек көрушілік пен зұлымдықтан тазарту үшін әрекет ететін күшке айналуы тиіс. Бұған мынадай жолмен қол жеткізуге болады. Біріншісі, түрлі дін қызметін діндер мен діндарлар арасындағы қақтығыстарға емес, осындай адами арнаға бағыттау. Форум қорытындысы бойынша декларация қабылданды. Құжатта 35 түрлі мәселе көрініс тапты. Қауіпсіздікті сақтаудан бастап, зорлық-зомбылық әрекеттерін тоқтату қажеттігі ашық жазылған. Этникалық топтардың құқығы тапталмауын қамтамасыз етуге айрықша мән берілді. Әскери қақтығыстар мен қантөгістерді болдыртпау да маңызды міндет. Президент Тоқаев съезді дамытудың 2023-2030 жылдарға арналған тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырды. Шын мәнінде бәріміздің мақсатымыз бір. Бұл өркениеттер үндестігін орнату және бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту. Съезге көптеген салмақты ой, салиқалы пікір айтылды. Оның бәрі біздің үйлесімді әлем құру жолындағы іс әрекетімізге оң ықпалын тигізеді деп санаймын. Мен алқалы жиынға арнайы келген әлемдік деңгейдегі рухани көшбасшыларға зор алғыс айтамын. Сондай-ақ біздің бастамамызға қолдау көрсеткен саясаткерлер мен халықаралық ұйым өкілдеріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Сенат төрағасы, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі хатшылығының басшысы Мәулен Әшімбаев съезге қатысушылармен екі жақты кездесулер өткізді. Тараптар қазіргі таңда дін қайраткерлері, саясаткерлер мен депутаттар қоғамның ең ықпалды өкілдері ретінде экстремизмге қарсы жұмыстарға белсенді қатысу керек екенін айтты. Волоколамск митрополиті, Мәскеу және бүкіл Рус патриархының викары Антониймен кездесуде қазіргідей постпандемиялық кезеңде мұндай съездің маңызды екені сөз болды. Тараптар форум халықаралық қоғамдастыққа диалог пен өзара қолдау бүкіл әлем бетпе-бет келіп отырған сын-қатерлерді тиімді еңсерудің жалғыз жолы екендігін дәріптейтінін айтты. Ресей Федерациясы мұсылмандар діни басқармасының төрағасы, Ресей мүфтилері кеңесінің төрағасы, мүфти шейх Равил Ганидунмен және парламентаралық одақтың төрағасы Дуарде Пашекумен кездесті. Мәртебелі меймандар Қазақстанның этносаралық және дінаралық диалогты ілгерілетуге арналған бастамаларын жоғары бағалады. Қадірлі көрермен, Сенат сөзі бағдарламасы осымен тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.